айкөлүң жүрдү жол менен, 30 түмөн кол менен, казганактап жарданып, караган пенде таң калып, жээк тартып былкылдап, желектин баары кылкылдап, бет алышкан душмандын акырың эт жүрөгү кылкылдап, кыраның маннас көй кашка, айбаты журттан бир башка, бейжиңге казат кылам деп, так 52 жашында аттанып калган кез экен. Ошол кезден карасаң, кагылайын эрендер, эрен турган берендер. Муну ошондо карасаң, талай жерди басыптыр, оюн куруп жатыптыр. Ошол кезден жанагы кыргыздардын кыраны, кабыланманас баатырың тыныч жатпастан толгонуп, көп нерсенин ойлонуп, калайыкты чогултуп, мына мындай кеп айтат, ой калайык деп айтат. Мен бийлеген кеп болсо, кандаргаң эми эп болсо, кандаргаң эмиң эп болсо, бул жерде туруп нетелик, тетиң алыс жаткан бейжиңден кабардың алып келелик. Мен бийлеген кеп болсо, кандаргаң эмиң эп болсо, ушу турган чалгындың алмаң чалсачы, кабарын жолдун алсачы. Билип жүргөн тили бар, сүйлөп жүргөн жөнү бар. Муну мындай айтканда калайыктар макул деп, макул деп, бул айтканың акыл деп, акылдашып калганы, аның андай таштайлың, алиги турган ер алмаң анын кабарынан баштайлың. Кылым урутун таранып, эки жагың каранып, ушул кезден алакең бери асып буралып, барбаймын деп айта албай, берендин күнүн айта албай. Ошо кезден Алмамбет мына мындай кеп айтат, айкөлүм деп айтат. Бейжиң деген жер ушул беттешкенин бербеген, белсинип душман жеңбеген. Алуу кенин коңурбай, арыстан гана шер ушулу. Бара турган мен болсом, айланайын манасым, жолдош кылып жаныма булаккандын сыргагы, кара булут кыргагы, чырым уйку албаган, чырп этип көзүн албаган, атка жеңил тайгачак, уйкусу жок жолгосак, сыргакты кошуп бере көр. Айланайын манасы, нечен жол жүрсө, атаябай мол жүрсө, ошол кезден жанагы Ажыбайдын арт күрөң, аны кошуп бере көр. Өрдөк ушчу көлү бар, өрдөк деген аяр бар, ошол кезден жанагы ак шуңкарды бере көр. Дем ошентип айтканда, кабаланманас айкөлүң, макул деп эмиң айтып калганы. Ошол кезден карасаң, аркы берки болгуча, арыстандай чамынып, ылаачындай алынып, ошол кезден карасаң, булаккандын сыргагы, кана булут кыргагы, ашып келдеми, айланайын алаке. Жүрсөң бирге жүрөйүн, көлгө түшсөң бирге түшөйүн, көтүңөн кошо сүзөйүн. Атаңдын көрүң Алмамбет, бейжиңиң кайда, жөнөйүн, өнөрүңдү көрөйүн. Муну ошондо карасаң, ар жактан Ажыбай, ошол кезден байкасаң, арт күрөңдү жетелеп, эми келип калганы. Ошондо бир жактан эми карап олтурсаң, Кабылан баатыр Эрманас ак шуңкарын кондуруп, эми келип келгени. Атаңдын көрүү Алмамбет, жараткан жалгыз колдосун. Атаңдын көрүүң Алмамбет, жолуң оңдон болсун деп, муну ошондо айтканы. Атаңдын көрүү манасың, Аллахуң акбар деде, миң ак батасын бери деме. Муну ошондо эрендер жолго гана салдеме. Көрүнгөндө көрүнүп, көрүнбөгөн жеринен. Муну ошондо эрендер көк түтүн болуп бөлүнүп. Муну ошондо карасаң, чоролорду карасаң, чатыраш ойноп чаң салып, абалак ойноп таң салып, ойноп жаткан кезинде, чоролор жайын сурасаң, түнде эшикке чыга албас, коркок чоро дагы бар,
баш оғын жаға кетүүчү торпок чору дагы бар тыңытып ишти кыла албас чоркок чору дагы бар ошо чоролору жайын сурасаң кырктын башы кыргылчал кыркында көпкөндүн кылчал туубай турган катынды бир жылдан эки туудурган тукумун ары куудурган мына ошондо кыргылчал атаңдын күрүү дүнүйө ар качандан бир качан ар түрдүү бузук салуучу атаңдын күрүү дүнүйө мына ошондо кыргылчал ар жакта жаткан жана кыргыздардын кыраны ак балтайдын чубагыңага барып калганы атаңдын күрүң эр чубак мында жатып калабы кече Кытайдан келген алакең чалгындын ошол чалабы кеңеште жок кетте жок ала ак балтанын чубагы оорукта жатып калабы мына ошондо жанагы кыргылчал мунун айтканы мына ошондо эр чубак найза сайган немедей ыргып туруп калганы балта чапкан немедей чоочу ыргып турганы мына ошондон карасаң атым-маттан токунуп шашып намаз окунуп жолго кирип калганы мына ошондо карасаң аны көргөн эр бакай бакайдын жайын сурасаң алдыга салсаң ак жолтой алдыга салсаң ак жолтой атаңдын көрүүң эр бакай бал менен узун чайкаган 6 айчылык кыйынды алдын ала байкаган боло турган мүшкүлдү алаканга салгандай боло элек тең байкаган атаңдын көрүү бакай алга солсаң ак жолтой артта жүрсө саңголдой атаңдын көрүү бакай ашып шашып бастырып манаска келип түштеме балекет түшүмдук сөз ошонду гана салып түштемиң аның андай таштайлы чалгынга кеткен жанагы эрендерден гана кабар баштайлы мына ошондо карасаң Талмазардын четинде шашпай намаз окунуп акаңкы башка жазданып эме салып жатканда ошондо жанагы кыргыздардын кыраны Булакканын сыргагы жолдош кылып алганда анын жанын Алмамбет жайын сурасаң улуска тууган ушуну айдай бетин урчалган алтындан кемер курчанган күндөй бетин урчалган күмүштөн кемер курчанган беттегениң ыйманы берениң алман көк жалдын чиркин бежинде эле калган жыганың каалаганың ыйманы кыраның алман көк жалдын чиркин каканда калган жыганы сары талдан сайдырган талы калган бежинде сары алтындан жасаткан чиркин тагы калган бежиндең мына ошондо карасаң айланайын эрен турбай берендер мына ошондо жанагы акаңкы башка жазданып кыбылланы баштанып уктап жатып калышып мына ошондон алакең тынч жатпастан ойлонуп көп нерседен толгонуп түшүнөн чоочуп турду эми мына ошондо жанагы эр сыргакка карады айланайын сыргагым түшүмдө мүшкүл иш көрдүм чиркин санага гана салган түш көрдүм күнгүн турган жанагы сары шумкар чөптөр арт жагынан карасаң көк шумкарың чөптөр ошо кезден жанагы жер тараптан карасаң карамар пайда болуп калыптыр умтулган эки куштардай оп тартып эмиң алыптыр айланайын сыргагым бул түшүмдү жөрөчү бул түшүм кандай болочу деп ошентип Алмамбет мындай айткандан ошо кезден сыргагың мындай деп айтат атаңдын көрүүң Алмамбет түш жору деп кыйнадың жорубай кантип коеюн күнгүм турган сары куш ай саралаң ат минген сары
Sarılasın at mingen, sarılasın toң kiygen, Aziz Xanның Алаке өзің емес пе? Арт жағынан жанағы көкшін көгалашын қар болушқан, көк рапыс тоң кiygen, көгаласың ат минген, қырғыздардың қыраны, Қамбалтайдың чувағы, алыстан адамдың налы жетпеген, арыстан тишің өтпеген, қызы қылышыңдаған қысталақ, атаңның көрі ер чувақ, анаң өшөл емес пе? Атаңның көрі ер чувақ, ношынды келетат. Арт жағынан жанағы қарамар пайда болу қалғаны, атаңның көрі жанағы телеге тең ошол, теңірімізді қырғызға теңдеп берген шербе жол, турасы жоң бойы бас, тұлқы бойын қара таш, қанша аңерді жайлаған, қарамұрут қалыңғаш, қанша аңерді жайлаған, ағып жатқан айрадай, қағылайын ерманас сөзің емес бе? Девошентіп айтқанда, Алакең шонды кеп айтат, атаңның көрің сырғағым. Бұл Құдайдың қылған екен, мен кечеға қанда билеп тұрғанда, ало кенің қоңырбай, өшіркен арамы қандай кешекен. Арттан келіп бұл чувақ тай деп саманамды құртып, жалынсам ұқпайт кебімді. Жалбарсам ғана ұқпайт кебімдің. Атаңның көріңер су чувақ, чарпыша кетіп ал, менен қоқыс өліп мен тынсам. Сөгімді жору чаппасын, талада қалып бұл сөгім құсқынға ғана қалбасын. Атаңның көрі дүние өшіркен айланайын сырғағым. Адам білбес жан туйбас, сөгімді жонды сырғағым, саралаға жүктіп кес. Адам білбес жан туйбас, өшіркен адам білбес жерге қойып кету. Арта қылған жанағы аян заттың пажасы, ақ көйнектің тазасы, жанағы зайым маруке, үш айчылық бойында күмін бар. Атаңның көрі дүние ерден туылса, күлістің аты қойығыр. 12-ге шыққанда арбағым түрі болдосы, қолдап өзім алармын, қолдап жүріп күлістен ержеткізіп алармын. Девошентіп айтқанда, ұлаққанның сырғағымына мындай кеп айтат. Атаңның көрің алман бет, бұл сөзіңді кім ұқсын, қараңғы түн ұқсын. Атаңның көрің Алаке, бұл чуақ жайын мен білем. Кечек бұл Ақбалтайдың чуағы, білген кішіге айтат. Білген кішіге айтат, ол ұят чалдың ұлы деп. Білбеген кішіңе мұны айтат, Ақбалтаның ұлы деп. Атасын атың Ақбалта, Ақбалта жайын сұрасаң, 70-ке келгенше, 7 қатын алған бейм. 7 қатын ошондо бір баланы туыстан, атаңның көрің Ақбалта, талай азап жеген бейм. Мұны ошондо жанағы, атаңның көрің Ақбалта, 70-ке келгенде, көсі кеті біріндеп, көкірігі кірілдеп, азып тозып қалғанда, ошо күндің бірінде, бейшенбінің күнінде, жуманың қадыр түнінде, ошо кезде жанағы, жолдош торын ерчітеп, сал бұрынға барыптыр. Ошо кезден жанағы, ошо чубақты таап алыптыр. Анын алға жет атын сұрасаң, болот аты қойылып, мұны ошондой болып тұр. Чуылғанды чоқ шығып, ошондон улам ошоға, чубак аты қойылып, ошондой аталып қалыптыр. Атаңның көрі Алаке, чуақ үшін қайғырба, чуақ үшін ұрынба. Атаңның көрің Алаке, чуақ үшін қайғырба, чуақ үшін ұрынба. Аның андай таштайлың арт жақтағы чабыңған, Ақбалтаның чуағы, өшіркен анданға бар баштайлың. Ошо тұрған ер чуақ,
көгаласын дутул барды аябай камчы сал деме ерендердин артынан абдан кубал деме сары изине чөп салып саргара кубал деме ку изине чөп салып кубара кубал деме аның андай таштайлы кабарга келген бакайдын очиркин анын кабарынан баштайлы атаңдын көрүү манасым кужулдаган кысталага акбалтанын эрчубак көкүткөнүн кыргынды нанын кубалыптыр эрендердин артынан кууп эмиң алыптыр өзүң баргың манасың өзүң барып токтоткун өзүңдөн башка кишинин киши экен деп теңебет ушундай карасаң ошо кездең айкөлүң сыңзыңе тийип кенебей ушу турган бакайдын ушул айткан бул сөзүн бучкагына теңебей мындай турганда атаңдын көрүү дүнүйө мына ошондо карасаң шашпай кел деми суу жээкке кел деми колун сууга сал деми колду аратын ал деми бутун сууга сал деми бутты аратын ал деми эңкейип намаз окунуп атын шашпай токунуп мына ошондо мынасың бакайга карап кеп айтат атаңдын көрүү бакайым телегей тең бакай теңирим өзү кыргызга тең деп берген жер бакай атаңдын көрүүң эр бакай жанымда болсоң көнүм ток очиркин бакайым сиздей жолдош жок кужундаган кызтанак акбалтанын эрчубак артынан барып алып кел жанагы турган аккула очиркин эрчубакка тартуу кылып келүү мына ошондо карасаң ошондо бакайың көк телкиге карасаң аябай камчы сал деме эрчубактын артынан абдан кубал деме жанындагы аккула аны коштоп ал деме эчен жолду жол жүрүп эчкиликтин тоосунан чубакты гана тоос демиң айланайын чубагым асманга учкан канаттуу канаты менен учуучу кайрылып жерге конордо куйругу менен конуучу манастын манас болгон чиркин ошоң экөөңөрдөн болуучуңур айланайын сыргагым атыңдын оозун бура тур андан көрө чубагым мени бир аз суга тур деп ошентип бер бакай боолуктан ал деме чубактын канаң астына эки тизеп бүгүлүп ошо кездең бакайын катын болуп жүгүнүп мына ошондо турганда атаңдын көрүң эр чубак айланайын абаке тоспочу менин жолумду кайнатпачы сорумду кече кайдан келген кысталак ушу чалгын чалабы кеңеште жок кепте жок акбалтанын эр чубак оорукта жатып калабы деп ошентип айтканда айтканына көнбөдү андан ары жол тартты кайрылып кайраң ошондо кабылан баатыр эр бакай манасы көздөй жол тартты ошондо карасаң кабылан баатыр эр бакай шашып пушуп түштеми балекет түшүмдүк сөз мына ошондо айтып түштемиң ошол жайын айтканда кабылан баатыр эр манас телегей тең манас теңирим өзү кыргызга тең деп берген жер манас туурасы жоң бою бас тулку боюң кара таш кара мурут калың каш
Қаншаң ерді жайлаған, қағып жатқан дайрадай, қағылайын ерманнас. Асман менен жеріңдің тирресінен бүткендей, айың менен күніңдің бирресінен бүткендей, алды қалдың ара жер, қызы талақ манасқа жерлігінен түткендей, атаңның көрудің үйе, түндік менен түштіктің түннөгінен бүткендей, батыш менен шығыштен жырағынан бүткендей, түгіліп соққан жүректің толтосынан бүткендей, атаңның көрің ерманнас, астындағыңа ұнышынды жанағы, айман боз атты миндеме, айман боз аттың қарасаң, құлағында шамы бар, құйыннан бүткен жанны бар, екі көздің ортосы, жазылығы жаздықтай, атаңның көрудің үйе, желгеніне жел жетпейд, ұнышындың ай көлің, Çeneme kamçı sal deymi, çuvakın артынан sargarağı al deymi. Unuşundu qırasan, anın андай taştaylı kuşup ketken müçerin. Anın qavarınan qana var baştaylın. Tağış etti canağı, ulakandın sırgağı. Айтып осым жығыча, ары бері болғыча, арт жағынан қарасаң, топырақ ұшып, тоз болып, боз тұман ұшып, боз болып. Ақбалтаның чуағың емен жетіп келді ме? Мұны шонды қарасаң азиз қандын алман бет. Сыр бербестен қарачы, атаңның көрі чуағым, қаптап келген жо бар ба, сабап келген до бар ба. Жо болсо чуағым, көкала берчи минейін, қандай дұшман болсо да қачырып өзім кірейін. Деп ошентим айтқанда, ақбалтаның чуағы, ұлам жұтынып, ұлачындай жұлқынып, Алман бетке сүйленіп, ұлам күленіп, атаңның көрі ет қытай, кечеге жылғылду кен қол кен талас, соны жердеп жатқан кезімде. Çalgınға бірге барам деп жалынсам ұқпай сөзімді. Таштаванда кеттің бе, ант ташып қойсом өзіңе, о чіркін антты бұзып кеттің бе. Атаңның көрің итқытай, шығарайын желіңді, ұшы тұрған өзіңдің, кетірейін евіңдің. Деп ошентіп айтқанда, азиз қандын алман бет, тыныш тұрбастан тол қонып қар шығып бетіне. Атаңның көріңер чуақ, қаңғыл дедім кіміңді қаның өкім білікче, қағайын бе жиніңді, бек қыл дедім кіміңді бегің өкім білікче, бектейін жиніңдің. Ошо кезден қарасаң, ары бері болғыча, ашып көзді жұмғыча, ар жақ-жақтан жанағы, ай көлің манас батырың. Көрінгінді көрініп, көрінбігін жерінен, көк түтін болып бөлініп, емилете бергенде, атаңның көрүдің үйе, атаңның көрі берендерен, тұрғай берендер. Бұл емнен қылғаның, мұшынды жанағы, ер чуақ менен, Алакин, çarpışan emin getkeni, anı görüp manasın. Oң қолға бүрін алдымы, сол қолға бүрін алдымы. Екі жаққа аңырғытып, ай көлің шонды жанағы, мұндай кемін айттымы. Атаңның көрі ғайрендер, тұрғай бірендер, ұны шонды жанағы. Айланайын ер чуақ, жайнап жатқан қазынамды, чачайын дегенде кенсің, атаңның көрі алнам бет. Үшіл тұрған қанғайға, қачайын деген екенсің.
деп ошентип берманас тарынып эми калганы ошондо жарыктык ары бери болгуча ачып көздү жумгуча Erçuvak menen Almanbet Hak buğday unay juruşup Bökünün kığılınday Bir betleşip duruşup Biri geçirip Kayra baştan görüşüp Kuçak taşıp öpüşüp Emuzintip kalkanın anı görgön ermanaz Katkırgı taş çarıp Kuvanışta kalganı Oşo kezdен қарасаң жолдошу сырғақ батырды жол талашқан чубақты жолдош қылып ақырып ирендер атқа минишип деп жолға киришип тыным албай жол жүрдү кечке жетем ол жүрдү ошо кезде жанагы бөйрөк ташка бар деме бөйрөк ташка барганда тал чокуга таянса ийилип өскөн талы бар чокусунда кары бар тал чокуну карасаң тегереги чебекен тимелең укмуш бекен ойлоп турсаң тал чоку о чиркен орукта гана калар жер экен жалбырагы жаргактай кара курту бармактай эскелдирик жыландай жыландарың байкасаң 40 кулач болгон аркандай алмашы бышып көң болгон чиркин өрү чирип дөң болгон алмастың аттын башындай жаңгагы сайдын ташындай улан кулан бойлогон түлкүсүң анда жойлогон мына ошондо жанагы ойноп жатчу жер экен атаңдын күрүү дүнүйө калайыкты толтуруп жыргап жатчу жер экен атаңдын күрүүң ошол жер о чиркин бир куунап гана жатчу жер экен ошо кезден жанагы айдай бетин нур чалган алтындан кемер курчанган күндөй бетин нур чалган күмүштөн кемер курчанган Азиз хандын Алманбет мына мындай кеп айтат айланайын эрендер уккула мени берендер тети карап турган жанагы четпежин деген жер ошол ошонуга жер деп жаткан жанагы көп манжугу тайругу капташып кетсең жанагы каптап кетерсе эле ошол андан бери жагында чок табылгы жайлоодо кан коңурбай калчанын жылкылары сологон жыргап жаткан жер ошол андан бери келгенде нечен эллери жайнап жаткан жереңе жанагы кечпей сууну толкуткан барбай жоону коркуткан катынан чыккан эр батыр ороңгунун жери ошол андан бери келгенде Нескаранын Тыргоот деген эли бар Нескаранын жери бар андан бери келгенде Көкөнөр чөлү бар Көкөнөр чөлүнүн жери деген Эржолойдун эли бар Эржолойдун Эржолой жайын турасаң ошо кезде жанагы киши көрсөң өлтүргөн асмандагы жанагы жалгыз канат болушкан ошо кезден жанагы жалгыз канат болушкан түрлүү куштар сайраган чумдуктуу болгон чөлү бар атаңдын күрүү дүнүйө мына ошондо жанагы жолойдун жайын сурасаң алты батман буудай жеп танжыттанган эреле 60 балты бир союп канжыттанган кул эле 7 батман буудай деп канжыттанган кул эле 76 бир союп канжыттанган кул эле андан ары барганда нечен деген жери бар кара курттай кайнаган чиркин кытайлардын эли бар менин жайым сурасаң кечеги кентинду бийлеп турганда таңша туңша журтунда чиркин бийлеп гана турганда
жанағың аны өкенің қоңырбай Азизхан менен атакем атакемнің қанжайрақ аны тартып алғанда аны сұрап мен өзім есен қанға барғанда менің кемім ұқпастан анда кетіп қалғанда есен қанды жайлайын деп қанша күні мен күттім мына ошондо жанагы есен қанның алғысы оймоғоз ботокөз ойшоңдогон ботокөз бурулчаң аттуу кызы бар алмага жайын айтканда ошондон анын айтканмын сен кандын урдууга ага такыр кирбегин кайнатып койгон шору бар канат тууң учуп чыга албас казып гана койгон ору бар кече менин жайым сурасаң атакем менин Азизхан атакем менин Азизхан жетимишке келгенче жети катын алган мен жети катын бир тубай бир баланын айынан талай мүшкүл тарткан мен ошо күнүн биринде менин атам Азизхан бежинди бийлеп турган Эсенканга кат кат жазгандан бат жазып мына ошондо жанагы атаңдын көрүүң Эсенкан bir bala tuğ turgan kağatın taap berбесең bir balanın ayından burutqa kirip ketemin özlerimden ketemin dep oşentip jazdırgan muna ошондон Эсенкан бежиндин элин чогултуp 12'den öydükün 30 yaştan berikim kız gelinin çoğulttu ulamalar çoğulup bilgiçleri cinalıp karab emet duruştu içindigen gündür tappa emet duruştu oşo kendin janagı menin nenem Altınay oşon Altınay jayın surasaң soronduk Sorunduktuңузу Altınay, oşon enem Altınay, menin jayım surasaң, oşon nurdan bütkön balakem, Azizhanга kelgençe boyuna bütkön balakem, ataňdын көрүү dünyä, oşo kezde garaçı, Altınaydy görgöndüň ayarlary taňdanıp, münüşünün algın dep, Halıvanan tıngın dep alıp kana beriptir. Jaş kesinden enemdi garıp kalgana atama. Oşo çirkinli kesin kana kıyıp beriptir. Oşo kezde jana. Oşo kezde janagı eşenne çengün ötüp ay 9 gün жылы ay 9 жылы ötüp 9 ay 9 gün bolup oşo kezden janagı menin nenem Altınay boyuna men bütköndü men törölgön gündörde 73 gün tınbastan jerge jan japtır kalayka şumduk gün oşo şumduk gündü gana salıp durur oşo kezden Allakeň 6 yaşka kelgende hacıdardın okusun haga varıp okudu birinci yılı varganda 10.000 balla varıptır 10.000 balla içinden onu tirүү kalıptır ikinci yılı bolgondo 8.000 balla varıptır 8.000 balla içinden 8 tirүү kalıptır kийинки yılı bolgondo 6.000 balla varıptır 6.000 ballanın içinden 6 tirүү kalıptır muna ошондо жанагы Kara joyuluşup sayınдар Altay murun okudu Asmangan uçup oynuğun okusun mıktap okudu ошондо жанагы жашым 12ге келгенде менин атам Азизхан мына мындай ким айткан атаңдын көрүүң Алакем жанагы жар деп жаткан канжайлак деген жеримде Алукенин Коңурбай тартып алган кезинде
ала албай эми жүрөмүн. Ошонун алып бергениң. Эгер ала албай сен калсаң, анда кайра келбегиң деп ошентип айтканда, жанагың айткан бул кебим. Беттешип талай душманга, о чиркин белсенип кана моюн бербедим. Ошо күнүн биринде менин ненем Алтынай, энекем Алтынай кеп айтты, көңүлгө салар кеп айтты. Айланайын алмам бет, ушу турган азизкан, өзө таң болсу болгон азизкан, ишенбегиң сөзүнө, түк кирбегиң сөзүнө. Салып берет өзүңдү, мо жайнап жаткан көп Кытайдын өзүнөң. Муну ошондоң азизкан канча жылы бийлесе, таңша туңша журтунда калыстыгы бар экен. Муну ошондоң алакең бул Кытай журтуна таарынып калган чак экен. Ошо күндүн биринде, бейшембинин түнүндө, жуманын кадыр күнүндө өзүң көргөн алаке, кандай айтсаң укпайм деп, айланайын Кытайлар, моюндуң эч бир сунбайм дейт. Муну ошондо жанагы атаңдын көрүү дүнүйө, өлбөгөн жерден калыштым, алар сансыз мен жалгыз тике туруп алыштым. Ошо кезде жанагы менин ненем Алтынай, олоңдой болгон кайран чач төбөгө кындай туюптур, кыймоо салып колго алып кыргынга ошо кириптир. Кыргынга ошо киргенин Чоржан кайдан билептир. Ошо кезден жанашып, атаңдын көрүү дүнүйө, бир жак жерден көз салсам, бийгана 40 кез там болгон, бийгана 40 кез аң болгон. Ошондо жете албай гана башым маң болгон. Атаңдын көрүү дүнүйө, алар сенсиз мен жалгыз. Ошо кезден алыштым, атаңдын көрүү дүнүйө тике туруп алыштым. Ошо кезден карасам, орто жерин энекем оюп келип бергенде, калдай четин каралмаң камап келип бергенде, тигиригим мажеге союп келип бергенде, как ортосын алакең сабап келип бергенде, муну ошондо карасаң, бир жак жерден көз салсам, кызырман жойго жаңылып, кырчором кыргын болуптур. Бир жак жерден көз салсам, оң эмчектин үстүнөн ак бараңо жагылып, ошондон энекем гана шейит болуп туруп. Кабыргам жетти сөгүлүп, көзүмдөн жашым төгүлүп. Атаңдын көрүү бу дүйнө, о чиркин жалгандыгы билиндиң. Атаңдын көрүү дүнүйө, муну ушундай жан таттуу, колдон тайып кеткиче, ат тизгинин жыябы, 6000 жашка келсе да, ушуу турган асыл жан, өлүмгө киши кыябы. Бериште 5 кол салбаса, Жебирейил бериште, пенденин жаны керекте, өзү суруп алмаса, атаңдын көрүү дүнүйө, өлүмгө киши кыябы. Муну ошондо мен өзүм, энекем Алтынайдын сөгүн саралага жүктөдүм. Муну ошондо мен өзүм көк булуңдун токойдун көчүк жагын ойгомун. Энекем Алтынайды которуп эле сойгомун Куран окубош жерге. Энекем Алтынайды койгомун. Атаңдын көрүү дүнүйө, муну ошондо жанагы ушу турган асылдандан түңүлүп, өз жанның өзүм кыюуга, ушун кезде карачы, жанымдагы мажекем, бүзүлүм кылдын боолугу, 12 курчай чалгамын. Атаңдын көрүү дүнүйө, муну ошондо жанагы